Бүгінгі кейіпкеріміз Спандияр Сейітқұлов. Қазтрансойл жүйесіндегі 26 жылдық тәжірибесі бар маман, бүгінде Шымкент бас мұнайдо станциясын басқарады. Осы жылдар ішінде өндірістің түрлі бағыттарында еңбек етіп, мұнайды қабылдау мен тапсырудан бастап, мұнай сапасын бақылау, өндірістік процестерді үйлестіру және ғылыми техникалық жобаларды жүзеге асыруға дейінгі маңызды міндеттерді атқарды. Бүгінде оның жауапкершілігіне станцияның қауіпсіздігі, жабдықтардың сенімді қызметі және өндірістің үздіксіз жұмысы кіреді. Бас мұнайдо станциясының бастығы ретінде жұмыс күніңіз неден басталады? Әдетте жұмысқа келісімен ауысым бастығынан станциядағы жабдықтардың жай-күйі жайлы ақпаратты алып, өндірістік жағдаймен танысудан, сонымен қатар қауіпсіздік талаптарының сақталуын тексеруден басталады. Станцияда қанша адам еңбек етеді? Біздің станция 1993 жылы пайдалануға берілген. Сол кезден бастап үздіксіз жұмыс істеудеміз. Станциямызда 34 қызметкер бар, оның 21-і ауысыммен істейді. Яғни тәулік бойы таңғы 8-ден кешкі 8-ге дейін бір ауысым істесе, кешкі 8-ден таңғы 8-ге дейін екінші ауысым істейді. Енді өзіміз 8 сағаттық жұмыс күнінде болғанмен, тәулік бойы олардың жұмысы басты назарда болады. Тәулік бойы тоқтаусыз жұмыс істейтін нысанды басқару қаншалықты күрделі? Станциядағы жабдықтардың үздіксіз және қауіпсіз жұмысын қамтамасыз ету үшін барлық процестер тұрақты үнемі бақылауда. Кез келген тәуекелдердің алдын алу қажет болады. Өйткені әр жұмыскер жұмысқа аман-есен келгеннен кейін үйіне аман-есен оның отбасына оралуы біздің Қазтрансойл компаниясында адамның өмірі мен адамның денсаулығы басты назарда. Сондықтан бұл өте үлкен жауапкершілік талап етеді. Мұнай тасымалдау саласында қандай ең үлкен өзгерістерді көрдіңіз? Компаниямызда орын алып жатқан оң өзгерістер өте көп. Атап айтар болсақ, SCADA, яғни диспетчерлік бақылау және басқару жүйесі, автоматты өрт сөндіру және өрт сөндіруді автоматты басқару, төтенше жағдайлардан қорғау баз жүйесі, сонымен қатар мынау САТ танк радар сұйық қоймадағы мұнайдың деңгейін өлшеу жүйелері қосылғанын атап өткім келеді. Сіздің ойыңызша мықты ұжым неден құралады? Сенім мен сыйластықтан, жауапкершілікті сезінуден және бір ортақ мақсатқа бірге ұмтылудан тұрады деп ойлаймын. Сонымен қатар мынау бір-біріне қолдау көрсете алатын ұжым алға қойған кез келген міндетті атқара алады деп ойлаймын. Мұнай құбыры саласындағы нағыз маман қандай қасиеттерімен ерекшеленеді? Оның жауапкершілігі, тәртібі және кәсіби шеберлігі ерекшелейді деп ойлаймын. Жұмыстан тыс уақытта күш-қуатыңызды қалай қалпына келтіресіз? Жұбайыммен бірге саябақта жаяу жүріп серуендегенді ұнатамын. Күніне 10 000 қадам жасап, салауатты өмір салтын ұстануға тырысамыз. Соңғы кезде жапон әдісін қолға алып жүрміз. Оның ерекшелігі 3 минут тез жүріп, 3 минут баяу жүріп, осы циклды 5-5-тен 10 рет қайталап, 30 минут, жалпы барлығы 30 минут жаяу жүрсеңіз, сол жаңа 10 000 қадамның әсерін береді екен. Бос уақытыңызда немен айналысқанды ұнатасыз? Бос уақытымда теледидардан жабайы табиғаттағы жануарлар әлемін тамашалағанды ұнатамын. Соңғы оқыған кітабым Мұхтар Шахановтың өлеңдер жинағы. Әріптестері Спандияр Сейітқұловты қазақтың салт-дәстүрі мен тіл мәртебесіне жанашыр, ел тарихына қызығатын, сабырлы, қарапайым, әрі өз ісіне тиянақты, ұжым бірлігін жоғары қоятын талапшыл басшы ретінде таниды. Бүгінде ол мол тәжірибесін өндірістің тұрақты жұмысына арнап, жас мамандарға үлгі болып келеді.